Сәлем достар, менің есімім Асхат және Blogspy каналы. Бүгін біздер екі платформа жайлы әңгіме ететін боламыз. Біріншісі AliExpress және Kaspi. Қай жерден сатып алған тиімді және ыңғайлы. Кеттік. Менің каналымда бірнеше плейлист бар, соның ішінде алынған жеріне байланысты заттар бөлінген. Kaspi, AliExpress, Technodom. Қараңыз, бағасын беріңіз. Енді видеоның тақырыбына оралайық. AliExpress'те мен алғашқы заказымды 2014 жылы беріппін, ал Kaspi'де 2019 жылы. Осы уақыт аралығында екі платформаның айырмашылығын байқайтын уақытым болды. Kaspi мен AliExpress'те байқаған 6 айырмашылығым бар. Бірінші айырмашылығы ол ыңғайлылығы. Kaspi мен AliExpress'тің ыңғайлылығында айырмашылықтар бар. Kaspi'де заттар текшеленіп, жақсы жиналған және фильтрлер жақсы жұмыс жасайды. AliExpress'те кейде фильтрлер жұмыс жасамайды. Бірақ AliExpress'тің бір айырмашылығы, іздеген затыңызды фотомен табуға болады. Егер мысалы затыңыздың фотосын білсеңіз, еліп көрсеңіз, фотоға түсіресіз, сол фото арқылы AliExpress'тен затыңызды тауып аласыз. Екінші айырмашылығы ол кері байланыс тілі. Яғни сатушымен қалай сіз қандай тілде байланысасыз. Мысалы, AliExpress'те кері байланыс тілі орыс тілі және ағылшын тілі. Ал Kaspi'де қазақ тілі және орыс тілі. Сондықтан да, егер сіз орысша білмейтін болсаңыз, ағылшынша білмейтін болсаңыз, Kaspi сізге көмекке келеді. Үшінші айырмашылығы ол сатып алушыны қорғау, яғни клиентті қорғау. Kaspi'де клиенттің құқықтары жоғары, яғни мықтырақ қорғалған. Кез келген затыңызды кейін қайтара аласыз, гарантия яғни кепілдігі бар. Ал AliExpress'те сатып алушыдан көрі сатушының мүддесі жоғары қорғалған. Сондықтан да қандай да бір кикілжің болып жатса, бірінші AliExpress көбіне сатушыны қорғайды. Сондықтан да сіздің кішкене мүддеңіз төменірек. Төртінші айырмашылығы ол тапсырысты қадағалау. Тапсырысты бергеннен кейін қай жерде жатқанын білу өте маңызды. AliExpress'те кейде трек номерден қателік кетеді. Сондықтан да затыңыздың қай жерде жатқанын білу өте қиын болуы мүмкін. Ал Kaspi'де затыңыздың қай жерде жатқанын білу үлкен мәселе емес. Затыңызды табу өте оңай. Бесінші айырмашылығы ол тапсырыстың келу ұзақтығы. Kaspi'де зат 10-15 күнде келеді. Ал AliExpress'те 20-40 күн арасында келеді. Алтыншы айырмашылығы ол бөліп төлеу. Kaspi'дегі затыңызды сіз 6 ай, 12 ай, кейде 24 айға бөліп ала аласыз. Бұл сіздің қалтаңызға ауыртпашылық түсірмейді. Ал AliExpress'те сіз аларда толық бағасын, толық суммасын төлеу керек боласыз. Сондықтан да қалтаңызға AliExpress'тен кейде қымбат зат алғанда сіздің қалтаңызға ауыртпашылық түсуі мүмкін. Енді осы айырмашылықтарға негізделіп, қай жерден, қандай уақытта, қандай жағдайда тапсырыс беру керек жөнінде сөйлесейік. Алиден тапсырыс беру керек, егер іздеген затыңыз Kaspi'де болмаса. Егер іздеген затыңыз бір айдың ішінде керек болмаса, яғни асығыс болмасаңыз. Және де іздеген затыңыз AliExpress'те едәуір арзан болса, AliExpress'тен тапсырыс беріңіз. Енді Kaspi'ге тоқталайық. Kaspi'ден тапсырыс беру керек, егер сіздің затыңыз 10-15 күн ішінде керек болса. Kaspi'ден тапсырыс беру керек, егер қандай да бір бейнеттің алдын алғыңыз келсе, яғни затыңыз келген затыңыз сынған және қайтару керек болса, Kaspi'ден ондай проблема болмайды. Kaspi'ден тапсырыс беру керек, егер сіздің қазір қолыңызда ақшаңыз болмаса, айтқандай жоғарыда сіз затыңызды бөліп ала аласыз. Енді қорытындылай келсек, AliExpress пен Kaspi жөнінде. AliExpress'те 20 мыңнан жоғары затқа тапсырыс беру тәуекелі жоғары іс. Сондықтан да егер де іздеген затыңыз қымбат болып, және де ол затыңыз Kaspi'де болса, Kaspi'ден тапсырыс беріңіз. Егер кішкентай мелочевка, кішкентай ұсақ-түйек зат болса, AliExpress'тен бере беруіңізге болады. Тәуекелі төмен. Önce осы менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қосымша сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Жауап береміз.
сау болыңыздар, каналға жазылып ұмытпаңыздар. Рахмет.